Каналыма қош келдіңіздер ханымдар. Бүгін сіздерге қазіргі аптап ыстықта бетіңізді күйдіріп, ашытып, қызартып алған болсаңыз, шомылу науқаны басталған кезде бетіңізді күйдіріп алсаңыз, бірінші көмек ретінде не істеу керекке болатынын айтқалы отырмын. Ол үшін бізге картоп қажет болады. Барлық үйден табылатын қарапайым картоп біздің бетіміздегі күйікті, қызаруды, ашуды, қараюды жақсы алады. Ол біздің бетімізге успокаивание береді және де оны тыныштандырып ағарту қасиетіне ие. Ол үшін біз картопты ұсақ теркадан өткізіп аламыз. Қандай да бір шомылуға барып келдіңіз немесе аптап ыстықта көп жүріп қалдыңыз, бетіңіз ашып қызарып бастап жатыр, міндетті түрде осы әдісті бірінші қолданыңыз. Осы ұсақ теркадан өткізіп алып, мүмкін болса бетіңізге толық қоясыздар. Ол енді ыңғайсыздау болуы мүмкін, немесе осы картопты қолмен сығып алып суын аламыз. Суын ватный диск көмегімен бетімізге жағып, слой-слой қылып жағамыз. Бір жақты кепті қайтып жағамыз, солай 3-4 рет жағып, 15-20 минут ұстап жүк тастаймыз. Осы екі әдістің біреуін қолданамыз ханымдар, міндетті түрде сіздерге көмегі тиеді. Бұл тіпті отқа күйіп қалған кездің өзінде де қолға қойсаңыздар, күйікті жақсы алып, жақсы көмегін тигізеді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Артынан крем жағуды ұмытпаңыздар, өйткені кішкене құрғатады. Мен өзімнің бетіме шыққан қара дақты осы картоппен кетірген болатынмын. Күнде жұқалап кесіп алып, патчи ұқсап тақтың үстіне қойып, солай кеткен. Сіздерге де пайдасы тисін деген оймен салып отырмын. Қарапайым әдіс болғанмен нәтижесі жақсы ханымдар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Күннен қорғанып жүріңіздер. SPF-ті әр 3 сағат сайын жаңартып жүріңіздер. Өйткені көп ханымдар бір жағатта жүре береді. SPF 1 сағатқа жарамды. Күннен барынша қорғаныңыздар. Қанша SPF жаққан күннің өзінде де күнде тікелей контакт болмауға тырысыңыздар.